Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Димон Лимон. Біз бүгін сіздермен бірге, достар, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic деген трейлерді көретін боламыз және талқылайтын боламыз достар. Бұл дегеніміз FNAF-тың мимиктің құпиясы деген сөз достар. Құпиялық мимик достар, я. Бұл ойынды негіз көпсі білмейді достар. FNAF деген ойынымызды айтып кетейінші достар. FNAF деген ойынымыз ол өте қызық ойын достар. Ол Poppy Playtime-ға ұқсайды, даже одан да қызық достар. Бұл біздің қазақ аудиториясында онша популярны емес, бірақ бұл өте қызықты ойын достар, қорқынышты ойын. Мен Poppy Playtime-ға ұқсайды деп не үшін айтып жатырмын? Өйткені Poppy Playtime бізде өте популярный. И сондықтан бұны да, егер де Poppy Playtime көрсең, сен көретін болсаң, осында көрін керексің. Ал көрмесең де осында көрін керексің. Көрмесең де көрін керексің, в общем. Өйткені достар, бұнышы уже 10 жылдан келе жатқан ойын. Уже FNAF дейма бізге, мен ойыма не келеді? Бұл музыкасы, фильмі бар достар, осындай ойыны бар достар. Қырғын нәрсесі бар бұның. Біз бүгін осы трейлерді талқылайтын боламыз еще. Мен сендерге кім FNAF-пен таныс емес, соған да кішкене информация беріп кетейін. Так, давайте достар, бастайық, көп сөйлемей, өте қызықты трейлерімізді. Мен сендерге бәрін талқылап аударып беретін болам. Ал кеттік. Маған ситуацияны айтып беруге рұқсат беріңдер дейді. Біздің Эдвин Мюррей деген бір жұмысшымыз кенеттен жоғалып кетті дейді. Просто жоқ болып кетті дейді достар. Және оның үйінде, той жұмыс шағында, жұмыс істейтін жерінде оның құнды заттары қап кеткен дейді. Бәрін тастап кеткен, в общем, достар. Аңғарсаңдар. Сенің жұмысын оңай. Соның жұмысына кіріп және бізге дайындап қойған бір затын бізге алып келші дейді. Соның технологиясын алып кел дейді. Достар, аниматрониктер кетті достар. Мақтын, нормальный. Емано security breach-та болған ғой достар, алдыңғы частында, то есть руинда болған бұл достар. Түрлерін қарсын тістері, жеркенішті осы біздің артымыздан қолайды. Айқайлап тұрып қашайын деп тұрмыз ғой. Так, осы эндоскелеттерге, прототиптерге ол кіре алады дейді. Достар, мимикті айтып жатыр. Біз кажется атқа қарай мимиктің секретін біліп қоямыз достар. Біз соның ішіне кіріп мимиктің бір секретін біліп қоямыз. Сол секретті біліп қойған кезде, білмеймін достар, бір нәрсе болады. Ол жындан артымыздан қолай ма? Или білмеймін, қазір давайте трейлер жалғастырайын. Мен всегда тоқтата берем. Но вообще немене тупой сияқты мынау. Ойбайынан аударайын. Не кажется, ол еще сынып қалған немесе дұрыс жөнделмеген болуы мүмкін дейді. Сондықтан егер де сен бір жарақат алсаң, біз саған жауап береміз дейді. Жарақат алу шансы 0 емес, бірақ бәрібірде бар дейді. Достар, кім көрді мұнаны? Сендер даже өліп қалулар мүмкін. Омен тоқталмаймыз, өлімге де апару мүмкін деп жатыр. Қарасаңдар сана. Аңғарандар, мимик қоғасы достар, осы болу керек мимик. Мен білемін, алдыңғы частта көргем. Достар, приквел болу керек. Достар, приквел дегеніміз ол алдыңғы история ғой. Например, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 дейді. FNAF 1 шықты, и FNAF 2 шықты. FNAF 2 ол FNAF 1-дің приквелі. Ол дегеніміз FNAF 2, ол FNAF 1-дің алдыңғы историясын айтады. Например, FNAF 1-де қалай здания соғылды, қалай аниматронинг соғылды, ол туралы айтылмаған, ол просто солар шыққан и все, сен соны ойнайсың. Ал FNAF 2-де ол FNAF 1-ді кім шығарған, аниматрониктер қалай шықты, кім шығарды, ол жақта здания қалай шықты, соны айтады. Сол приквел дейміз. То есть келесі часть шықпайды. Келесі часть шықса, наоборот, ол частьта, ол алдыңғы частьта айтады, алдыңғы историяны. Түсіндіңдер деген ойдамын. Екінші часть ол наоборот алдыңғы частьтың алдыңғы частьті ғой. То есть FNAF 1 емес, FNAF 0 деген сияқты ғой, вот. Сондай да. Давайте кеттік, аударайық. Біз полностью сен бұл процессті өзің жұмысынды бізге нормальный орындап, проблемасыз келесін деген ойдамыз, дейді. Түрін қарасаңдар, мимик қанау. Бірақ қауіпсіздік үшін сен жұмыстардың бәрін орындап болған соң ғана кездесейікші дейді. Достар, жостқа айтты ғой.
жұмысқа оралайық дедік. Короче, достар, мына жақта біз жұмыс істейміз. Так, достар, мен уже точно түсіндім, ол приквел екен. Өйткені анау достар, осы робот бар тұғын. Бұл роботымыз что-то ескі болып тұр. Бізде мимикте, достар, наңғарандар. Міне мимикте бізде достар уже костюмы бар, әдемі тұғын. Әдем болып тұр, то есть. Ал оған дейін ол сынып кеткен темір тұғын ғой, достар. Значит, бұл точно приквел. Тағы да бір санырау құлақ мы не өзі. Өліп қалған бір піл. Біз задание орындап жүрміз міне. Мынау вообще смело жүр өйстіп, достар. Мынау вообще шығып алған өйстіп смело келе жатыр ғой. Паразан бар ма деп. Так, тағы. Бізден спрингтрап емес шығар, жоқ спрингтрап емес. Спрингтрап болса, ё-майо, уже қаншасыншы рет келе жатыр, достар. Кім білмейтін болса, ол уже көп рет өлтірген, бірақ ол көп рет келе береді. Өлтіреміз, но тірілет келет. То есть өлмей қалады келет та, достар. Так, мен мына жақта түсіндім, что біз далада да жұмыс істейтін сияқтымыз, достар. Что-то қыс қонайық. Наңғарандар, или жаңбыр ма қыс па сондай болу керек. Далада да жұмыс істейтін. Но глич трап либо, достар. Глич трап сияқты спринг трап емес ау. Либо спринг трап новый киім аған. Жоқ. Глич трап. Наңғарандар, задание орында. Достар, ема. Осы бізде ойында да конца қоласа қызық болады ойынымыз. Ема, осы маңызды. Қорқынышты аниматрониктер всегда өліп қалады, достар. Аңғарсыңдар. Осы всегда жанымызда болады деген ойдамын. Прям қорқынышты болады. Бомба, ема. Бомба қалай кетті? Ема. Так, бомба, белка ма, тиім ба сондай. Достар, так, біздің қолымызға қарасақ, біз андай сияқтымыз, үлкен адам сияқтымыз. То есть, бір кішкентай адамдар емес, бала ма қыз ба, бірақ білмеймін, либо қыз, либо бір ағай, либо апай ғой. Бомба лақтырған түсінбеді. Давайте, так, айтайын, наңғарандар, мына жақта бізде. Мынау достар, короче, Music Box. Кім білмесе, Music Box дегеніміз ол алдыңғы частьта болған ең үлкен аниматроник. Аузына бір нәрсені салып жатыр бізді, достар. Короче, сол келетін болады. Мен осыған қатты қуанамын, негіз. Осы security breach'та өте азақ болды. Хотя біздің артымыздан здоровенный болып кесе болады. Достар, мені ойлайтын шығарсыздар, өтірік қуанып жатыр ма деп. Жоқ, достар, сендер мынаны телевизордан көрсеңдер ғой. Мен қазір үлкен монитордан көріп жатырмын ғой, достар. Сендер бұны телевизордан көрсеңдер, менімен бірге қашып кетесіңдер ғой. Телевизорды өшіріп тастайсыңдар ғой, вообще, достар. Прям қорқынышты, қызықты ойын. Кім FNAF-ды білмейді. Просто көріңдерші, өкінбейсіңдер бұны көрген кезде. Өте қызықты ойын, өте қорқынышты ойын, достар. Осы көп болады деген ойдам. Егер де сен өліп қалсан, или бір жарақат алып бір затын жоғалтпасаң, біз жауап бермейміз. Біздің Фазбер командамен жұмыс істегеніне үлкен рахмет дейді. Міне уже шығып қойған 10-шы күні, достар. Мен бұл ойынды алдыда ойнайтын боламын. Алдыда дегенде болды уже. Жақында ойнаймын, достар, обязательно ойнаймын. Иншаллах, құдай қаласа ойнайтын боламыз. Енді достар, қызықты болады. Реально қызық болайын деп тұр. Мен неге қатты қуанып тұрмын, достар? Бұл FNAF-ты мен ешқашан ойнамаған, достар. Poppy Playtime'да ешқашан ойнамаған, достар. Қатты қуанып тұрмын. Егер де сендер де FNAF-ты ойнамаған болсаңдар, хотя бы көрсеңдерші. Вообще қызықшы. Мен кішкентай берінен кезі ойнайтын ем телефонымнан. Прям қызық ойын, достар. Мен бағаде теориямда айттым ғой, так, андай сияқты. Бізде мимик, бағадегі мимигіміз, кәні біздің аниматрониктер. Осы аниматрониктерге кіретін сияқты. Например, біздің итіміз тез жүгіре алатын болса, ал мынау біздің пілімізде, бұл піліміз мұрны жақсы ескейтін, мұрны дәу жақсы еске алатын болса, солардың әрқайсында способность бар. Және мимик солардың әрқайсысын қолданады деген ойдам, достар. Мына жақта айтты ғой, міне осы прототиптерді ол кіре алады, қолдана алады деді, достар. То есть ол сол бола алады деді. Например, тез жүгіретін болса, осы болады. Тез жүгірет біздің артымыздан қолайды, біз оны өлтіреміз. Ол өлген сон, ол келесі костюмді киеді. Келесі супер силаны қолданады. Мынаны супер силасы
например, мысалға мұрны жақсы иіскейді дейікші, мұрны дәу екен, просто мұрны жақсы иіскейді дейік, жақсы иіскейді, біз бұның осында минусын табамыз, мынандай минусын табамыз, әйтеуір әрқайсысынан сөйтіп құтылып шығамыз достар. Үшіншісінде осының да бош міне біздің тупой етіміздің де супер силасы бар, соны өлтіреміз, одан қашамыз, сонында біз мимикті тоже өлтіреміз деген ойдамын. Өйткені бұл приквел болса, алдыңғы часть болса, біздің мимикіміз уже сым қаған, және бір жерде ол қалып кеткен достар. Бір жерде сым қаған қалып кеткен. Вообще әбіржіп оны мусорға лақтырып жіберген ғой, сондай болып тұр достар. Біз сондай состояниеға лақтырып кетеміз оны достар. Егер де приквел болса, мен теориям, өйткені ол жақтан нормально болып тұр. Сонда мимик бізде бос болайын деп тұр ғой соңында. Достар, сосын осы аниматроник тоже зор. Осыны авторлары молодец деп ойлаймын, егер де мен теориям дұрыс болса. Анау решеткадан мимик бізде всегда жанымызда жүретін сияқты достар. Мимик мынан қараңдар, бізде кадр айтам достар, міне осы жер, міне осы жерде мимик бізде всегда қарап жүр. То есть біздің келгенімізді біледі. И, например, осы алдымызда решетка или оң жағымызда терезе болса, ол всегда сол терезеден бізге қарап, бізге әйтеуір өлтіргісі келіп жүреді достар. Бірақ мынау решетка безопасность болып тұр, сондықтан бізді өлтіре алмай жүр да достар. И не үшін бұл зор? Өйткені наңғарандар. Біз всегда ойнап жатқан кезде әрбір секунд біз сезіп отырамыз, что ол кез келген уақытта біздің жанымызда, и кез келген уақытта бізге нападать ете алады, бізді өлтіре алады. То есть қорқытып, бізді аяғымыздан тартып алып кетіп, бізді өлтіріп жіберіп, сондай жағдайлар болады да достар. Егер де шынымен біздің жанымызда жүретін болса, ол өте қорқынышты болады достар. Короче, базар жоқ болайын деп тұр ғой бұл ойынға. Қызықты болады деген ойдамыз достар. Ал уақыт келеді, мен бұл ойында обязательно ойнаймын. Poppy Playtime тоже ойнасам, мен соңында ойнаймын достар. Мынау тоже бізде ұзақ болса ғой, біздің жанымызда ұзақ жүрсе. Маған өстіп қорқып ойнаған ұнайды, бәрінде ұнайды деген ойдам. Мына наңғарандар. Төбеден секіріп сындырып келе жатыр. Дала қыс, либо түн, жай әшейін түн болып тұр. Жоқ, бірақ қыс, либо жаңбыр сондай болып тұр ғой достар. Так, бәрін айттым деген ойдамын. Сұрақтарым бар болса комментке жазып кетіңдер, немесе тағы бір информация білсеңдер маған жазып кетіңдер, мен обязательно оқимын. Осы 2 видео шығып тұрған көрейік достар. Ал келесі мен ойнайтын кезде кездескенше достар. Тағы айтатын не бар болдау, мимиктің секретін біз біліп қойған кезде жынданып бір нәрсе болады шығар. Енді білмейміз, теория қырғын достар. Давайте лучше ойнап көрейік. Ал осы келесі видеомызда кездескенше қош сау болыңдар.